Сәлем, бұл Етін. Бүгін сендермен бірге от текст жасауды үйренетін боламыз. Давайте көп сөзбай бастайық. I came from the mud. There's dirt on my hands. Бірінші біз видеокапеллтың сайтына кіреміз және Saber плагин жүктеп аламыз. Бұл жерде бізде Windows'қа және Mac'қа бар. Мен міндетті түрде Windows'қа жүктейтін боламын. Жүктеп алғаннан кейін біз ашамыз және инсталлерға тап боламыз. Инсталлерді жүктеп аламыз. Менде уже бұл плагин бар, сондықтан жүктемеймін. Одан кейін біз сразу After Effects ашамыз және New Composition. Және жаңа композиция жасаймыз. Біз тестті давайте текстпен жасайық. Окей, бізде текст дайын. Бұл текстің орнында либо видео, либо PNG картинкалар, яғни барлық нәрсе бола береді. Енді кезекті біз өзіміздің слойды таңдап аламыз, Layer және Autotrace. Егер сіздерде видео болса бірінші Caret Frame таңдаймыз, ал сіздерде жай ғана фото немесе мен сияқты текст болса Work Area-ны таңдаймыз. Окей, Autotracing аяқталды. Егер де сіздерде ешқандай изменение болмаса, яғни тура менікі сияқты экран болып тұрса, мына кнопканы басамыз. Сол кезде бізде байқап тұрғандарыңыздай жаңа контурлар пайда болады. Енді біз Saber плагин алып келеміз. Оны Autotrace'тің үстіне қоямыз. И байқап тұрғандарыңыздай бізде Neon эффект пайда болды, бірақ Neon эффект текстке түскен жоқ. Текстке түсіру үшін біз Customize Core-ға кіреміз және Saber'дің орнына Layer Masks деп басамыз. Енді бізде байқап тұрғандарыңыздай, міне біздің Neon эффект текстке түсті. Енді пресетке кіріп өзіміздің қалаған пресетті таңдауға болады. Мен қазір мына жерден Fire'ды таңдайын. Яғни бұл видеоның басында айтқанымыздай от эффект. Достар, осымен негізі видеоны аяқтауға болады, бірақ именно осы Saber плагинмен кездесетін бірнеше қателіктер немесе проблемалар бар. Давайте соларды бірге шешіп көрейік. Бірінші проблема, байқап тұрғандарыңыздай, от эффект бұл тұнық емес, яғни бізде от эффекттің мына контурлары слишком үлкен. Бұны қалай кішірейтуге болады? Бұл үшін Core Size-ға басамыз және Core Size-ды шамалы кішірейтеміз. И все. Бізде от эффект мынандай әдемі болып шыға келді. Келесі проблема бұл Saber плагин альфа каналға өткізу. Яғни астында бізде қара көк түсті solid бар, ал үстінде біздің текст бар, бірақ фонда біздің қара көк түсті solid көрініп тұрған жоқ. Яғни біздің Saber тексті альфа каналға ауыстыру үшін render settings'қа кіреміз және black'тің орнына transparent'ті басамыз. И біздің Saber плагиніміз енді альфа каналда жұмыс істей береді. Келесі проблема бұл біз қалайша появление анимация жасауға болады. Ол үшін біз белгілі бір секундқа апарамыз және end offset'ке таймерді басамыз. Және появление басталатын жерге апарамыз. Бұл менде 0 секунд және offset'ке апарып 0-ға қоямыз. Яғни міндетті түрде 0-ға қою керек. И play'ді жіберген кезде бізде мынандай появление эффект пайда болады. Достар, осымен видео аяқталды. Егер ақпарат пайда болса, міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер және лайк басып төменде комментарийға келесі видеода қандай туториал көргілеріңіз келетінін жазып кетіңіздер. Мен әрбір комментарийді оқып және келесі видеода сіздер айтқандай туториал жасайтын боламын. Сендермен бірге болған Ethan, келесі кездескенше.